ток күші электр қозғауыш күшке тура пропорция. Ішкі және сыртқы кедергілердің қосылысына кері жатқызылады. Саламатсыз ба? Қайда жүрсіз? Ойпай, не отырсың? Неге ішесіз? Құтақ қалдым. Қайталамайды болсын, отыр тез. Балдар, тізбек тұйықталу, электр тоғы жүру үшін тізбек тұйықталу қажет. Біз осы электр шамында кедергіні ток күші арқылы анықтаймыз. Досым, оның бәрі еш нәрсе емес. Маған папам iPhone 11 алып береді. Ой, кәні беш? Осы 90 физикадан 5-ке шықсам, MacBook алып береді дейді. Ой, ма. Жүрсе асқана оғыр көтек. Бәрі мұқтай теу. Біздің мамаларда бұлда жоқ. Бала деп алып бермей. Ол тізбекте жалғанады, бізге вольтметріміз параллель жалғанады. Алло? Я, саламатсыз ба? Жақсы, я. Нұрдәулет, бір минутқа шығып кетші. Нұрдәулет, жаңа анам хабарласып тұр. Сен үйге барған қазір үйге бармасын, білесің, үйге қайтамын, жинап. Не болды екен, апа? Үйге бармасын, білесің. Заттарын жинап, үйге қайтамын. Ya. Halo. Қайдасың? Мектепте? Үйге тез жет. Не оқып қалды? Ата-анам жол апатынан түсті. Жағдайдың бәрі жақсы. Үйге тез жет. Нұрдәулет, тұр! Сабаққа бір кешігесің, бір ұйықтайсың. Қайда кітап-дәптерің? Ал! Кешіріңіз, апа, енді айтылған бет. Жақсы онда балалар, бүгінгі сабақ түсінік болса, үйге 37-ші жаттығудың 3-4-ші есебін шығарамыз. Сабақ аяқталды, жақсы сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Ей, досым, не болды жаңа? Бір түрлі ойландың ба? Қазір сөйлесшіңізші. Алло, ма қалайсыздар, жақсысыздар ма? Жақсы боламыз, қалайсың? Үйдесіздер ма? Жоқ. Сіздерге бір нәрсе айтайын деп едім ғой. Айта ғой, тыңдап тұр. Осылай ата-анам болып жүргендеріңізге көптен көп алғыс айтамын. Жаным, рахмет. Біз сенің осындай бала өсіп жатқанға қатты қуанамыз. Жақсы, сау. Ей, досым, жарайсың. Әлемдегі барлық бала өзінің ата-анасына сен сияқты осылай алғыс айтып жүрсе, керемет емес пе? Үйге барғасын мен де ата-анама рахмет айтамын. Жүр енді, қайтайық.